Кезеген әр қосшыға бір басшы деп қазақта бекер айтпайды. Осы дастарханның ұйымдастырып, осы дастарханға тікелей қамқоршы бола білген біздің ардақты ағамыз, халық қахраманы, генерал-полковник, елдің ардақты ағасы болып жүрген, ортамызға үлкен ниетпенен қадам басып, осы Шымыр бабамыздың басына келіп, кешегіде мына Төле би бабамызға, Айтеке бабамызға арнайы келіп құрбандық шалып, елге ардақты аға болып, өзінің өмірдегі көргені, білгені бар деп ортамызға шығып, алғашқы сөзді елдің ардақты ағасы болған сәт Тоқпақбаев генерал-полковник ағамызды ортаға шақырып, алғашқы сөзді берсек деп отырмыз. Қазақта айтады, ардақты қартқа қолыңды бер, ақылды жасқа жолыңды бер деген. Елдің ардақты ағамыз ортаға келсеңіз сәт аға, әрине сізбен біз мақтанамыз. Қашанда қазақтың көк жалауының биіктеп, төрден көрінуіне көп үлес қосқан ағамызсыз. Сондықтан да мына ағалардың айтуымен мен қасыңызға барсам да болар еді, бірақ ортаға шақыр дегесін, мынау бел ортаға келсеңіз деп жатыр мынаға. Осы біздің Шымыр бабамыздың басында жылда осындай Құран тамақтар өтіп, ас жиындар болады. Бүгін биылғы жылғына осыны ұйымдастырып, осыған ұйытқы болған біздің осы Сәт Тоқпақбаев ағамыздың тікелей басшылығымен болып жатыр. Ассалаумағалейкум аға. Келіңіз мына. Келіңіз аға. Ас келіп, тамақ келіп. Сөйлесіңіз. Қазанда кімдер бар ма? Жерде екі адам Ассалаумағалейкум, қадірменді қауым, ардақты ағайын. Мен өте қуаныштымын бүгін барлығымыздың орталарымызда ағайын туыстың ортасында отырғаныма. Алла тағала барлығыңызды қолдап, қорғап жүрсін. Ұзақ бақытты ғұмыр тілейміз. Біз әрқайсымыз пендеміз, Тәңірден сол білгенімізше Құдайдан сұраймыз. Сол сұрағаным елде де, сіздерде де, отбасыда да тек ауызбірлікшілік болсын. Ұрпақтар өсіп, үлкен азамат болсын. Әр ата-ана өзінің ұрпағына жақсылық тілейді. Кеше де осы жерде екі жігіт келді, бір кішкентай болып. Сол ұрпақтар өсіп, өніп, үлкен азамат болсын. Осы ел, тәуелсіз Қазақстанның абыройы арта берсін. Барлықтарыңызға тек жақсылық. Мынау көрші ел өзбек халқы атақты Қазақстанмен бірге ағайын туыс болған. Сондықтан осы туыстығымыз мәңгілік болсын. Ағайыншылығымыз мәңгілік болсын. Алла тағала екі халыққа да, көрші халықтардың басқасында барлығына да бүкіл тілеген тілектер қабыл болсын. Аман сау, бай қуатты болыңыздар. Тағы да айтам, өте қуаныштымын сіздермен отырғаныма. Ұрпақтар өсіп үлкен азамат болсын екенінде, екі ел емес, бір ел болып кетсін барлығы. Аман сау болыңыздар. Көп рахмет. Рахмет аға.